достар қалай кізі бакенкіндей осындай аватарга жасаймыз. Ол үшін суретімізді осы remove.bg-дан вырастетіп аламыз. Скачать етіп аламыз. Содан соң фигманы ашамыз. Сол фигмаға суретімізді саламыз. Содан кейін кругты жасаймыз. Круг жасаймыз. И осы кругты тағы бір рет көшіреміз. Alt кнопкасын басып астына тартамыз. И осыны осы суретімізді ортаға қарай тартамыз. Осылай қойып қоямыз. Содан соң эллипспен осыны екеуін алып тұрып, мына масканы басамыз. Содан соң эллипсті алып, плагинсті басамыз. Сол жерде Web Gradients деген болады. Плагиншті Web Gradients скачать етіп алу керек. Сосын осыны басамыз. Енді тағы біреуін көшіріп аламыз. Alt кнопкасын басып астына тартамыз. Осыны көтеріп барып жоғары қойып, осыны осы жерде не болады? Layer түсіреміз үшін darken деп болды. Осы кізі бакенкіндей аватаркамыз дайын болды.